Жақсы. Қандайсыз? Соғыс жақсы болды. Құдайға сәлем алейкум. Қандайсыз соны? Қалайсың? Жақсы өтесің. Қандайсыз? Тұрасыз? Жаңбыр жауйсы? Жаңбырда жай береді дейді. Қандайсыз? Az baldır geldik mi bunlar? Beş balдар үйіне дışarıdan bir tane ağzını tapmay, ulan memleket, ulan yol кетеді. Şunday ekan da. Şunday ekan, mayda oldu. Cuma Norozov'da olduğunu şahit. Buluş oldu demeyin. Bakın biz nayıldı. Sağ olun. Hadi yaxşı. Nasıl var? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun. Чемпиондар, бүткүн сатамандар. Мұхтар аға, сізге чоң рахмат, сол жаққа шақырғаныңызға. Атаң келдік. Қансадағы қырғызды қырғыз бойдан тәрбиелаш қазіргі замандың ең актуалды мәселесі болып қалды да. Халқыбыз қырғыз, бірақ жан дүниесі тақырып басқаша болып кетті. Мейлі біз дүнияның маданияттын білелі, өзіміздің динді, өзіміздің баалықтарды, бірақ қырғыз екенімізді ұмытпайлы. Негізі біздің бабалар жаны датқан, күрөшкөнді білген, суда түскөнді білген, мекенді қорғанды білген. Ушул багытта иш алып барып атасыз, канча жылдан болду? 4 жылдан бери канча балдар тарбияладыңыз? Канча балдар сотка чукулап, шаарда, Инстаграмда же ТикТокто отура турган балдарды бул жака алып келип, жан дүйнөсүн өзгөртүп, тарбияны башка багытка буруп атасыз. Атайын келдик, Кудайым колдосун. Биз колдон келген жардамды берели. Ушул багыттагы тарбия иштерин, ушул багыттагы идеологияны бир ратка салыш керек да. Күчтөрдү, акылдарды бириктиришибиз керек. Чындыгында биздин пайгамбарыбыз деле жааттан үйрөнгүлө дептир, суда түскөндү үйрөнгүлө, ат мингенди үйрөнгүлө, күрөшкөндү үйрөнгүлө деп. Ушул жакшы өнөрдү балдарга үйрөтүп атасыз. Бүгүн мелдеш өткөзүп атыпсыз. Жеңген балдар буюрса көчмөндөр ойнап барат экен Туркияга. Канча менет, канча аракет. Сизге таажим рахмат ага. Ийгилик болсун, чоң рахмат. менен аташ бардыгы да. 5 Озго. Бирөөсү берип коебуз. Ай, капты. Эмне? Сигарет калды. 3 кол менен дейт, Где-то колбус жок. Я. Соғалымыз мындай муштум. Ушундай. Озго туштадык. Экөөбүз менен ыйладык, чим? Рахмат. Сом, Президент бөлüşесіңдер бе? Adem, terket mi? Асығы лақылдап өмескенді. Жорға çalış емескенді, өпем деп баса деген. Атқа, қамшымен деле чоққын келеді. Тойға келіңіздер тайға. Ертең саат 10-ға да. Top denk mi?